киста бізде мынау жаттыр мойнында болуы мүмкін, киста цервикальды каналда болуы мүмкін, және киста аналық безде болады. Ол ең опасный етті киста. Ол мына. Екіншісі бұл бізде параавариальды киста. Бұл воспалительный процестің әсерінен шығатын киста. Жарылмай қалады. Жарылмағаннан кейін ол функционалды, яғни фолликулярный кистаға айналып кетуі мүмкін. Міне. Эндометроидный киста бізде өмір бақи сізбен бірге жүруі мүмкін. Егер үшіншісі бұл функционалды киста, яғни фолликулярный, ол емделмейді, қыздар. Ассаламу алейкум, қайырлы күн қыздар. Сіздермен бүгін доктор Сейт Жаппарова. Толық ақпарат білу, ақпараттарды уақытылы жіберіп алмай көргіңіз келетін болса, жоғарыда 3 точканы басып, уведомление қосып қойыңыз. Сонымен қатар лайк басып, мені бір қуантып қойсаңыздар болады. Ендеше киста бізде қандай? Киста бізде бір емес бірнеше түрі бар. Киста бізде мынау жаттыр мойнында болуы мүмкін, киста цервикальды каналда болуы мүмкін, және киста аналық безде болады. Киста бізде эндометроидная киста, ол ең опасный етті киста. Ол міне қынапқа да шығып тұр, жатыр мойнына да шығады, аналық безге де, трубаға да, вот жатырдың сыртқы қабатына ішіне дейін шығып кетуі мүмкін. Бұл эндометроидная киста. Яғни еті тін өсіп кетуі. Екіншісі бұл бізде параавариальды киста. Бұл аналық безінің ішінде воспалительный процестің әсерінен шығатын киста. Одан бөлек бізде функционалды киста, яғни фолликулярная киста. Бұл бізде мынау аналық без сары дене дамиды, сол өседі, бірақ жарылмай қалады. Жарылмағаннан кейін ол функционалды, яғни фолликулярная кистаға айналып кетуі мүмкін. Міне. Осындай негізгі кисталар. Бұл жерде эндометроидный киста бізде өмір бақи сізбен бірге жүруі мүмкін. Егер сіз стрессіңізді жеңбесеңіз, метаболизмді реттемесеңіз. Бұны ең бірінші кетіру жолы сіздерге ұсынатын қазіргі таңда өте жақсы шыққан бұл плазма лифтинг әдісі. Екіншісі бұл параавариальный киста, оны емдеу керексіз. Противовоспалительный емдер алуларыңыз керек. Может бұл инфекция, может быть басқа да воспаление. Яғни қабыну процестері жүр. Үшіншісі бұл функционалды киста, яғни фолликулярный, ол емделмейді, қыздар. Фолликулярная киста етекіріңіз келіп кеткеннен кейін ол кетіп қалады. Ол өзінен жарылып кетіп қалуы мүмкін. Ал мынандай сұрақ келіпті да, бізде егер мен ұл тусам, менің кистам кетіп қала ма? Қыздар, сіздің ұл туасыз ба, қыз туасыз ба? Бұның кистаға ешқандай қатысы жоқ. Вообще, категорически қатысы жоқ. Сондықтан киста біріншіден ми дұрыс емес, дұрыс тамақтанбайсыз, лимфа жолы дұрыс емес, и дәрі дұрыс жүрген жоқсыз. Болды, басқа жол емес. Осыларды реттесеңіз, кистаңыз емделеді. Сондықтан сіз тек қана мына бет-әлпетімізді реттемей, мына жаққа көңіл бөлуіміз керек. Осыны ұмытып кетпеңіз. Себебі бізге женственность, нәзіктікті беретін осы біздің қынап, жатыр трубаларымыз, яғни біздің женский органымызда. Сондықтан сіздерге алғыдағы тоқтататыным, не бар, соны ауызға салмаймыз, денсаулықты күтеміз. Дұрыс тамақтаныңыз, себебі ертеңге де тамақ қалу керек. Дұрыс тамақтану бұл бізге сүннет екенін ұмытып кетпеңіз. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Сіздермен бірге болған доктор Сейт Жаппарова.